Здравствуйте, уважаемые выпускники, а также родители выпускников. Мы сотрудники Карагандинского горно-индустриального колледжа. Я, мастер производственного обучения АПХ Яхтуре, рад вас приветствовать на онлайн-экскурсии, посвященной профориентации. Қайырлы күн, құрметті біздің болашақ түлектер. Біз Қарағанды Тау-Кен индустриялық колледжінің жас мамандарымыз. Бүгін сіздерге біздің колледждағы мамандықтарды және оқу әдістеме, оқу орындарын таныстырамыз. Цель нашей экскурсии – ознакомить вас с Карагандинским горно-индустриальным колледжем, профессиям, на котором идет подготовка мастерских и лабораторий, условиям поступления и обучения. Ответим на все ваши вопросы, которые у вас возникнут. Предоставим номера приемной комиссии. Бүгінгі онлайн экскурсиямыздың мақсаты сіздерді біздің Тау-Кен индустриялық колледжмен таныстыру, лабораторияларды және әдістемелік орындарды көрсету. Итак, мы начинаем. Ал енді біз бастаймыз. Мы хотим предоставить вашему вниманию учебную шахту, оснащенную современным оборудованием, но сначала немного истории. А с ней нас познакомит заведующий учебной шахтой, выпускник нашего колледжа Торопов Евгений. Бақшы Әппақ Байжанов. Нұра өзенінен оңтүстікке қарай Қарағанды басы деген жерде жанатын тас көмір кесектерін табады. 1904 жылдан 1920 жылға дейін, яғни 16 жыл аралығында бұл жерде француздар мен ағылшындар мекендеген. Француз Жан Карно 1905 жылы 776 мың рубльге барлық рязандық кәсіпорындарды сатып алды. Ол осы жерде К12 жоғарғы Марияна атты ашық алаңы бар тас өңірін тапты. Бастапқыда көмірді Спасск ауылдары ғана жеткізілу жүзеге асты. Көмірді содан кейін басқа ауылдарға ат арбамен жеткізілу басталды. Кейін теміржол рельстері ашылып, вагондармен жеткізілу жүзеге асты. 30 жылдары бірінші шахтаның басқарушысы болып, еңбек қоғам қайраткері Түсіп Көзембаев болып тағайындалды. Түсіп Көзембаев мырзаға Майғұдықтағы бір көшелердің атауы берілді. Колос дүкенінің жанында ескерткіш орнатылды. Академик Гапеев Қарағанды облысындағы ең ірі кен орындарын ашқан. Ол өзінің зерттеулерін 1920 жылы бастаған. Академик Гапеев мырзаға Майғұдықтағы бір көшенің есімі берілді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталды. Ер адамдардың көпшілігі соғысқа кетті. Олардың орнын әйелдер басты. Қарағанды облысы бойынша шахтада 30%-дан астам әйелдер жұмыс жасады. Шахта мұражайда шахтер Абдрахманов Жақсейіт мырзаның құрмет киімі бар. 1948 жылы Жақсейіт мырзаға еңбек қоғам батыры атағы берілді. Шахта мұражайдың стендтің бірінен тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бейне суретін көруге болады. Ол сәт 1979 жылы номер 47 шахтаның директоры Бурлакпен бірге шахтаға түсіп бара жатқан кезі бейнеленген. Сондай-ақ 60 жылдары біздің колледждің өндірістік оқыту шеберлері мен студенттеріне Қарағанды 715 комбайнының моделін жасаған үшін алтын медаль берілген. Шахта мұражайында колледждің түлектері мен Қарағанды Тау-Кен индустриялық колледжінің алғашқы директоры Городецкий Дмитрий Ивановичтің фотосуреттерін көруге болады. Әр өндірістік оқу сабағы техникалық қауіпсіздік ережелері мен инструкциялық дайындықтан басталады. Студенттер техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысқаны жөнінде журналға қол қояды. Оларға шахтаға арналған құрал-жабдықтар мен шамдар беріледі. Шахта мұражайдың ішінде желдету тармағы, қосалқы станция, кеніштік су төкпе, таспалы конвейер, көмір оятын орын мен комбайн орналасқан. Құрметті болашақ түлектер, сіздердің назарларыңызға келесі мамандықтар бойынша оқытуды ұсынамыз. Техникалық қызмет ету және электромеханикалық жабдықтарды жөндеу шеберханасы. Бұл мамандық бойынша оқыту бірінші курс студенттеріне келесі бағыттармен дайындалады.
қуатты желілер мен электр жабдықтары бойынша электромонтажнигі, жарықтандыру және жарықтандыру жүйелерінің электромонтажнигі, электромеханик мамандығы. Мамандық бойынша оқыту жұмысын ұйымдастыру келесі әдістермен жүзеге асырылады. Яғни, жұмыс орнын ұйымдастыру, техника қауіпсіздік ережелеріне сәйкес құралды пайдалану, бөлме сымдарын орнату, күрделі тақырыпты зерттеу жұмыстарын жүргізу, ПВИ 125, ПВИ 250 қосқыштарын қосып өшіру. Оқу орнын бітіргеннен кейін түлектер осы біліктілік бойынша 3-4 дәрежелі диплом алады. Автоматтандыру және басқару шеберханасы. Бұл мамандықтар бойынша оқыту бірінші курс студенттеріне келесі бағыттармен дайындалады. Жер асты электрослесарі, автоматика және өлшеу құралдарын жөндеу қызметі бойынша электрослесарі және электромеханика мамандығы. Автоматтандыру басқару цехында конвейер таспасының іске қосылуы, куб 93 түймесінің қосылуы, азот желдету жүйесінің қосылуы және іске қосылуы. Сондай-ақ ПВИ 125, ПВИ 250 іске қосқыштары зерттеледі. Оқу орнын бітіргеннен кейін түлектер осы біліктілік бойынша 3-4 дәрежелі диплом алады. Жыл сайын колледжімізге жас педагогтар келеді. Олар өз қызметінің басында кәсіби, психологиялық және әлеуметтік сипаттағы дайындықтардан өтеді. Жас мамандарды сәтті бейімдеу және кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру үшін 2021 жылдың 20 желтоқсанында Қарағанды Тау-Кен индустриалдық колледжінде жас маман жобасын жүзеге асыру аясында құрылған салааралық құзыреттілік орталығы ашылды. Жас маман жобасы білім алушылардың бірегей кәсіби құзыреттерін дамытуға және оларды жаңа сапалы деңгейге көтеруге, қазақстандық қана емес, халықаралық нарықта да өзекті болып табылатын неғұрлым сұранысқа ие индустриялық және сервистік мамандықтар бойынша мамандар даярлау үшін қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Дәнекерлеу шеберханасы. Бұл мамандық бойынша оқыту әдісі бірінші курс студенттеріне келесі мамандықтармен жүзеге асырылады. Электрогазы дәнекерлеуші, газбен кесуші, техник-механик мамандығы. Жұмыс орнын ұйымдастыру, техника қауіпсіздік ережелеріне сәйкес құралдарды пайдалану, РДС дәнекерлеу доғасын тұтату тәсілдері, әртүрлі қосылыстарды құрастыру және дәнекерлеу технологиясы, жартылай автоматты дәнекерлеу негіздері. 3-4 разрядқа сәйкес келетін конструкциялар оқытылады. Оқу орнын бітіргеннен кейін түлектер осы біліктілік бойынша 3-4 дәрежелі диплом алады. Колледж базасында дәнекерлеу жұмысы бойынша облыстық орталық құрылған. Қазіргі таңда орталық заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Олар дәнекерлеу өндірісі негізінде даттанбайтын болатты қолмен аргонды дәнекерлеуге және түсті металдарды дәнекерлеуге арналған. Жыл сайын біздің орталық үздік мамандық бойынша облыстық байқау өткізеді. Оқушыларымызды WorldSkills байқауына дайындау жұмысы жүргізіледі. Колледж студенттері республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарды игеріп келе жатыр. Аспаптарды бақылау өлшеу зертханасы. Бұл мамандық бойынша оқыту әдісі бірінші курс студенттеріне келесі мамандықтармен жүзеге асырылады. Бақылау өлшеу құралдары және автоматика бойынша слесарі, автоматтандырылған жүйелердің электригі. Бұл мамандық бойынша студенттер техника қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыру, өлшеу құралдарын дұрыс қолдану және пайдалануды үйренеді. Электр тізбегіне қосылу ереже әдістемелерін үйренеді. Оқу орнын бітіргеннен кейін түлектер осы біліктілік бойынша 3-4 дәрежелі диплом алады. Сондай-ақ студенттер өндірістік тәжірибеде дәнекерлеу жұмыстары мен зертханалық жұмыстарын орындайды. Соның бірі фотоэлектрлік түрлендіргіштер, яғни күн энергиясын тікелей энергияға айналдыратын жартылай өткізгіш құрылғымен жұмыс жасайды. Студенттер тексеру мақсатында қажетті өлшеу құрылғылардан кернеу мен ток күшінің мәндерін бақылап, зертханалық жұмыстарында кестеге толтырады. Өңдеу құрылыс жұмыстарының шеберханасы. Бұл мамандық бойынша бірінші курс студенттеріне оқыту әдісі келесі мамандықтармен жүзеге асырылады. Құрылыс сәндік жұмыстарының маманы, сылақшы техник құрылысшы,
шеберханада студенттер техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау ережелеріне сәйкес жұмыс орнын ұйымдастыруды, берілген құрылыстың бетін дайындау мен сылауды, оған қоса жақтау қаптау құрылыс жұмыстарын үйренеді. Оқу орнын бітіргеннен кейін түлектер осы біліктілік бойынша 3-4 дәрежелі диплом алады. Спасибо за внимание. Если вы ищете ключ к своей профессии или к своей судьбе, мы ждем вас.